Сәлем достар, бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі тойымды донер дайындайтын боламыз. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Донерге керекті ингредиенттер: тауық еті, қызанақ, қияр, картоп, лаваш, қызыл пияз, салат жапырағы немесе пекин қырыққабаты және соус. Ең алдымен өзімізге керекті мөлшерде картопымызды ашып, жақсылап жуып, оны соломка етіп турап, 1 сағаттай салқын суға салып қоямыз. Содан соң картопымызды сорықтырып, қызып тұрған шемішке майымызда жақсылап қуырып аламыз. Тауық етін жақсылап жуып, сорықтырып, терісін алып тастап, видеодағыдай етіп, жұқалап тураймыз. Жұқалап кесіліп дайындалған тауық етін мариновать ететін соусты дайындаймыз. Ол үшін аджика, тұз, паприка, қара бұрыш және шемішке майды қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаға тауық етін салып, жақсылап араластырып, кем дегенде жарты сағат мариновать етеміз. Алдын ала жуылып сорыққан қызанағымызды турап дайындап аламыз. Қиярды соломка етіп тураймыз. Ал енді соус дайындаймыз. Аскөкті уақыттап турап аламыз. Оны шұңғылды ыдысқа қотарып, үккіштен өткізілген сарымсақ қосамыз. Және жұмыртқаның сарысы, тұз, лимон шырыны, шемішке май және горчица қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массаға 4 ас қасық қаймақ және 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын болды. Жарты сағат мариновкада тұрған тауық етін қызып тұрған құрғақ тавамызда қуырып аламыз. Шемішке май қоспасаңыз да болады, себебі мариновканың ішінде шемішке май бар. Басында оттың күшін қатты етіп, содан соң баяулатып, тауық етін осылай етіп әдемілеп қуырып алдым.
Мінекей тауық еті толықтай піскен. Енді осы тауық етін видеода да етіп саломкілеп турап аламыз. Дайын лавашқа алдымен соусты жақсылап жағып аламыз. Содан соң картоп, қияр, қызанақ, салат жапырағы, қызыл пияз, тауық етін молырақ салып, үстіне сәл соус құйып, қаласаңыз кетчуп салсаңыз да болады, және лавашымызды видеодағыдай етіп орап, жай отта қызып тұрған табамызда, құрғақ табамызда қызартып, қуырып аламыз. Мінекей біздің донеріміз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші соусқа толы, өте тойымды, дәмді тағам. Дайындалған ингредиенттерден менде 4 үлкен донер шықты. Оның біреуіне ғана кетчуп қостым, қалғандарына дайындалған өзінің соусымен жасадым. Сіздерге осы рецепт бойынша донер дайындауға кеңес беремін. Осы рецепт сіздердің көңілдеріңізден шығады деген үміттемін. Сіздермен бірге болған асхана әлемі. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар.